Жол құрылысы басталғанда жүргізушілер арасында бұл жолды салуға неге ұзақ уақыт кетеді деген сұрақ жиі пайда болады. Бүгін біз сіздермен жол құрылысының кезеңдерімен танысатын боламыз. Күрделі тақырыпты қарапайым тілмен тарқатайық. Ең бірінші кезекте құжаттамалық жұмыстар жүргізіледі. Тапсырыс беруші мен мердігер ұйым арасында міндетті түрде шарт жасалуы тиіс. Мердігер белгілі учаскеде жұмыс істеуге рұқсат қағазын алады. Осыдан кейін тапсырыс беруші учаске бойынша жобалық сметалық құжаттарды және учаскенің өзін мердігерге тапсырады. Осыдан кейін бұл учаскені күтіп ұстау және пайдалану үшін мердігер толықтай жауап береді. Мердігердің учаскеге келген кезде жасайтын ең алғашқы жұмыстары. Бірінші кезекте өндірістік база мен карьерлердің орны анықталады. Карьерлер ішінде арнайы лицензия алу қажет. Бұл лицензияны рәсімдеуге шамамен 3-6 ай уақыт жұмсалады. Лицензияны алу барысында мердігер компания аталмыш учаскеге өзінің мамандары мен техникасын жеткізуді бастайды. Бұл ең алғашқы дайындық жұмыстары. Учаскеге мамандар мен техника жұмылдырылғаннан кейін тазалық, коммуникацияны көшіру және жер қазу жұмыстары бастау алады. Олардың әр кезеңі жөнінде келесі шығарылымда сөз қозғайтын боламыз. Біздің әлеуметтік желідегі парақшамызға жазылуды ұмытпаңыздар.